Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін небәрі 10-15 минутта дайындалатын жасымық сорпасын дайындаймыз, яғни чечевица сорпасы. Керекті заттарымыз зәйтүн майы, жасымық, картоп, пияз және сәбіз, лимон, мята, яғни жалбыз қажет. Пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Және сәбізімізді де ұсақтап тураймыз. Картопымызды бірнеше бөліктерге бөліп қоямыз. Ыдысымызға зәйтүн майын құйып, көкөністеріміздің барлығын салып, жақсылап қуырамыз. Қасықпен араластыра отыра, қуырылып болғаннан кейін үстіне суымызды құямыз. Суымызды құйып, жасымығымызды, яғни чечевицамызды жуып саламыз. Араластырып, картоп саламыз. Және тұзымызды салып, бір қайнағаннан кейін астын басып баяу отта пісіреміз. Сорпамыздың барлығы езіліп пісті. Енді блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Езіп болғаннан кейін үстіне мята, яғни жалбыз салып араластырамыз. Жасымық сорпасын әдеттегідей кепкен нанмен берсеңіздер өте дәмді, және үстіне лимон сыдығынысын құямыз, араластырамыз. Өте дәмді, жеңіл сорпалардың бірі. Балаларға да өте ұнайды жеңіл сорпа. Сіздер де осындай дәмді сорпа дайындаңыздар. Менің каналыма комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.